أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ардақты әкеміз бен аяулы анамызды сұмажал ортамыздан алып кеткеніне 40 күн толып отыр. Сағына еске ала отырып, топырағың торқа, жандарыңыз жәннаттан нұрлансын деп Алладан тілейміз. Әкеміз 1943 жылы 22 шілдеде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. 1964 жылы Алматы зоотехникалық институтына түсіп, 1971 жылы ветеринария мамандығы бойынша тәмамдап, Қарқаралы ауданына қызметке келді. Жас маман Фрунзе атындағы кеңшардың бас мал дәрігері. Кейіннен осы кеңшардағы партия ұйымының хатшысы болып сайланып, 30-да орда бұзып жолын ашты. 1977 жылы Қарағанды облыстық партия комитетінің ауыл шаруашылығы бөлімінің нұсқаушысы, бөлім бастығының орынбасары болып істейді. 1980-1985 жылдары Тельман аудандық партия комитеті екінші хатшысы болып қызмет атқарады. 1986 жылдан Қарағанды облысы кәсіподақ кеңесінің хатшысы, агроөнеркәсіп кешені қызметкерлері облыстық кәсіподақ комитетінің төрағасы болып сайланады. 1999 жылдың қарашасынан зейнеткерлік демалысқа шыққанша Қазақстан ауыл шаруашылығы министрлігінің жаңадан құрылған Қарағанды облыстық аумақтық инспекциясы ветеринария бөлімінің бастығы, облыстық мемлекеттік бас ветеринария инспекторы болып істеді. Партия, кәсіподақ, ауыл шаруашылығы саласында қызмет атқарған кәкен аграрлық сектор экономикасының нығаюына, оның ішінде мал шаруашылығы саласында эпизоотиялық профилактикалық тазалықтың сақталуына, жұқпалы мал ауруларының облыс аумағында таралмауына, ветеринария заңы талаптарының ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлер арасында орындалуына қатаң бақылау жасап, мол еңбегін сіңірді. Кәсіподақ саласында қызмет атқарған кезінде ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің тұрмыстық әл-ауқатының жақсаруына, олардың мүддесін қорғауға, еңбек, демалыс, тұрмыс жағдайларының оңалуына, ауыл спортын дамытуға өз үлесін қосты. Қуанышбекті әріптестері мен дос-жарандары әрқашанда кішіпейіл, қарапайым, тыңғылықты, адал, білікті маман деп таниды. Қуанышбектің адал еңбегінің айғағы ауылдық, аудандық, облыстық кеңестерінің депутаты болғаны, ауыл шаруашылық министрлігінен алған марапаты, құрмет белгісі ордені мен бірнеше медальдар, Қарқаралы ауданының құрметті азаматы атағын алғаны. Кіршіксіз туған анадан байлыққа барын балаған,
баласын жарын бағым деп санаған. Жан едің қайтем нарадам, жарық ет жатқан жерінде. Сұраймын бүгін, сұраймын Алладан. Әкешім, орының бөлек өмірде. Әкешім, жоқтығың батты көңілге. Әкешім, түсіме емші асқар тауым менің. Әкешім, сағынып жүрмін өзіңді. Әкешім, айта алмадым кей сөзімді. Аңсаймын балалық бар, бал дәурен кезімді. Жүрген сөйлейді, көргенде осы күнді де ой жейді. Елес боп бәрі бүгінде, қимылым даусым түріңде. Кеткенмен өзің елесің өлмейді. Әкешім, арманым қалды айтылмай. Әкешім, ұрпағың қалды артында. Әкешім, кірлетпейміз алтынды алтындай. Әкешім, орының бөлек өмірде. Әкешім, жоқтығың батты көңілге. Әкешім, асқар тауым, сағынамын сені. Анам Бәтима Мұқанқызы ұзақ жылдар шығармашылық саласында еңбек еттім. Ол ән айтқанды қатты жақсы көрдім, және шәкірттеріне осы махаббатты сыйладым. Барлығы оны қатты бағалап, жақсы көрген. Ән айтуға және адал жұмыс істеуге деген талантының арқасында ол көптеген дипломдар мен мақтау қағаздармен марапатталған. Онымен бірге біздің үйде әрдайым үйлесімділік, жайлылық пен махаббат орнады. Әкемізбен бірге бақытты өмір сүріп, біздің қанаттанып кетуіміз үшін еңбегін аямадым. Оларды біздің бауырларымыз, туыстарымыз бен достарымыз өте жақсы көреді. Тағдырымыз соншалықты, осыдан 6 жыл бұрын сүйікті сіңіліміз Әселімізден де айырылдық. Олар мәңгі біздің жүрегімізде. Әлдилеген анамдай жан табылмайды. Менің бала жан күйімнен аңдап тұрар барлық жайды. Кешегі жаз күлкі үзілді, жоқтығыңа сен алмайма. Көрем бе деп бір жүзіңді, алдартыма қарайлайма. Жананам, жананам, қимайман өзіңді. Ойлайман, тынбайман, анашым өзіңді. Сәулеге шапақ таңдардан жақсылық істің анаға бәрі арналған.
сыйқырлы сазды, осынау отты өмірде анашың болса, дариға шіркін бармарман. Жамандық көріп, жалашыл жабы жандардан, жүргенде күйіп, жабырқап налып дал болған. Аймалап тұрып, арманды сөзін айтатын, анашың болса, дариға шіркін бармарман. Жақсылық көріп, зиялы өскен жандардан, жүргенде асып үмітпен биік заңғардан, өзіңмен бірге қуана күліп тұратын, анашың болса, дариға шіркін бармарман. Бір сағыныш жан әке мен кетуде, өзгесінің бәрі де ұмытылды. Өмір сүріп келеміз жер бетінде, ақтадық па білмейміз үмітіңді. Сағынышқа жаратқан адамды Алла, ыстық неткен іздерін қырқадағы. Заңдылыққа жүгіндік амал бар ма? Аударылды өмірдің бір парағы. Берекесін пырақтың қойған отқа, шағың емес еді бұл көзілетін. Көрші ауылдан түн қатып ойда жоқта, келетіндей кенеттен сезілесің. Талғамға анықпей өмір армандадық, дәл осының кезекті түс болуын. Жалған неге ауыр күн салған ғарып, әкем кетті үстіне құс жолының. Сарылумен сап-сары сағынышпен, мына уақыт өзіңсіз жылдам өтті. Жазмыштан, жалғаннан жалын ішкен, ай аттады, күн өтіп жылда кетті. Қасиетіңнен қастерлі жаратылған, ұлы бейнең өнегең тербеуінде, үміт болмас мәңгілік таратылған, ұрпағыңның байсалды керуенінде. Аңсаумен күтеді ол да олым, қалды қау қапыста қоштасылмай. Мен сені сағындым жан бауырым, бір жүрген күндерді ұмыта алмай. Асқар таудай әкемізбен аяулы анамыздың ортамыздан кеткеніне 40 күн өттім. Артында қалған ұрпақтары сағынышпен еске ала отырып, үлкенге деген құрмет, ізет ретінде азда болса шексіз алғысымызды білдіріп жазып отырмыз. Оқыған дұғамыз қабыл болып, әкеміз бен анамыздың жандары жұмақта болсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين